Маша и Медведь бізбен қоштасты ма? Қазір интернетте осындай өсек пайда болды. Олардың айту бойынша Маша и Медведь 16 жылдан бері тоқтамай мультик шығарып келе жатыр. Бірақ 2024 жылы бүкіл каналдар мультикті телевизорден көрсетуден бас тартыпты. Сонымен компанияның ақшасы азайып кетіп, мультикті тоқтатамыз ба, жоқ па деп ұзақ ойланып, ақыры бүтіндей аяқтауды жөн санапты. Мынау бізбен қоштасқан соңғы сериясы. Миша Машаның кетіп қалғанына бір өзі мұңайып отыр. Тіпті өздеріңіз іздеп көрсеңіздер де болады. Маша и Медведь енді басқа серия шығармайды. Бірақ басында айттым ғой бұл өсек деп. Маша и Медведьті тоқтату компанияның ойына да кіріп шықпаған. Ал мына серияның шыққанына уже неше жыл болып кеткен. Мишаның мұңайып отырғаны Маша әпкесімен қалаға кетіп қалған сериясынан. Негізі интернетте Маша и Медведь жайлы теориялар мен өтірік информациялар өте көп. Өз басым Маша и Медведьті кішкентайымнан көріп өстім. Қазірге дейін кейде сағынған кезде қарап қалам. Ал сіздерге ше мультик ұнай ма, әлде шынымен тоқтағанын қалайсыздар ма? Ойларыңызды комментарийге жазып, Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?